Дүниені дір еткізген дүмпулер. Соңғы жарты ғасырда қандай жойқын жер сілкіністері болған. Қытайдың Таньшан қаласындағы 1976 жылдың 28 шілдесі күнгі зілзала 8,2 балл болып, 243 мың адамның өмірін жалмаған. Бейресми деректер құрбандар саны 655 мың дейді. 1988 жылдың 7 желтоқсаны Арменияның Спитак қаласындағы апаттың қуаты 10 балға дейін жеткен. Ленинакан, Кировакан және Степанован қалаларында күйреді. 25 мың адам қаза болып, 140 мың адам мүгедектердің қатарын толықтырды. Түркияның Измит қаласында 1999 жылдың 17 тамызында 7,6 балдық жойқын зілзаладан 17 мың адам қайтыс болып, 44 мың адам жарақат алған. Жұрт арасында құрбандар саны 40 мыңға жуықтаған дегенде деректер айтылады. 2003 жылдың 28 желтоқсан Иранның Бам қаласында 6,3 балдық зілзаладан 35 мың адам құрбан болыпты. Осыдан тура бір жыл өткенде 2004 жылы 26 желтоқсанда Үнді мұхитында Суматраның солтүстік батыс жағалауында Семелау аралына жақын жерде болған жер сілкінісінің күші 9,3 балл деп бағаланған. 17 мемлекетке сезілген апатта цунами 235 мың адамның өмірін жалмады. 2005 жылдың 8 қазанында Пәкістанның Кашмир аймағында болған 7,6 балдық жер сілкінісінен 84 мың адам қайтыс болған. 2010 жылдың 10 қаңтарындағы Гаитидегі 7 балдық жер сілкінісінде 300 мыңға жуық адамның өмірін жалмады. Жапонияда 2011 жылдың 11 наурызында адамзат тарихындағы ең қауіпті зілзала 8,9 балға дейін жетті. Биіктігі 10 метр болатын толқын Хансю аралына дейін, ал 6 метрлік толқын Хоккайдо аралына дейін жеткен. 15,9 мың адам қаза тауып, 2,5 мың адам із-түзсіз жоғалды. Қазақстанда соңғы 30 жылдың ішінде үлкенді кішілі жер сілкіністері болды. 1990 жылдың маусымында Шығыс Қазақстан облысында 8 балдық Зайсан сілкінісі болды. Апаттан 8874 үй қирап, 36 мың адам баспанасыз қалды. Бір бала шетінеген. Ал 2003 жылдың 23 мамырындағы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданындағы 5,5 7 балдық жер сілкінісінде 3 адам қаза болды. 5 ғимарат пен 7502 үй қирады.